Бәріне сендер үшін бардым. Басқа жол қалмады. Не істерімді білмеймін. Өлтірсең деп өзің біл деп, әйелім аяғымды құшақ құлады. Оны құшақтап отырып, өзімнің де өкіріп жібергенімді білмей қалдым. Менен бұрын балаларыма нәпақа табам деп осындай жолға барған әйелімді кешіргім де келді. Бірақ осы бірақ деген мені өлтіріп барады. Болған жайтты қаз қалпында баяндап берейін. Ауылда жұмыс болмай қалаға қаңғып келген бейшара отбасылардың бірі едік. 2 баламызды әке-шешеміздің қолына тастап кеткенбіз. Қалада бізді қай жайлы жұмыс күтіп тұр дейсіз? Мен бір мекемеге күзетші болып, әйелім болса бір байдың баласын күтуші болып жұмысқа тұрдық. Күзетшінің жұмысы белгілі ғой, айлығы да шамалы. Бірақ әйтеуір жоқтан бар. Ал әйелімнің жұмысы тәуір. Таудың етегінде дәу үйі бар бір байдың баласын қарайды. Ол да мен секілді тәуліктеп жұмыс істейді. Аптасына 3 күн кезекпен барады. Түнде баланы қарап, сонда қонып қалады. Осылайша жүріп жаттық. 2 баланың анасы болса да, әйелім көрікті, сымбатты, мүсінді еді. Жасы 25-тен енді ғана асқан. Бәлкім, бай отбасына әйелімнің көркі, ауылда бала бағып өскені, пысықтығы ұнап қалса керек. Бірден бала бағушы қылып алған еді. Содан қойшы, уақыт өтіп жатты. Мен үйде болған кезде ол жұмыста, ол үйде болған кезде мен жұмыстамын дегендей. Бір-бірімізді кейде тіпті апталап та көрмей қаламыз. Тек әйтеуір күніне 1 рет ұялы телефонмен сөйлесіп қоямыз. Болды. Алғашында пәтер жалдауға ақшамыз болмаған соң, осы қалада тұратын сыныптасымның үйінде тұра тұрайық деп шешкен едік. Олар да қарсы болмады. Қазақтың қонақ жайлылығы ғой. Жұмыстан келгенде тамағын даярлап қояды. Рахмет онысына. Бірде жұмыстан келіп тамақ ішіп, сыныптасыммен теледидар көруге отырғаным сол еді. Әйелі келіп, қолыма бір дәрілерді ұстата салды. Бұл не дедім түсінбей. Әйеліңнің заказы ғой, алып қоя салшы деп еді. Өздерің қаңғып жұмыс істеп жүргенде, бала көтеру не теңдерің. Дұрыс, өстіп сақтанып жүріңдер деп қояды досымның әйелі. Мен аң-таңмын. Әлі де түсінбей, не қылған дәрі деймін. Бала болдырмайтын дәрі ғой, төсек қатынасының алдында ішетін. Өткенде алып бергенім бітіп қалыпты. Тағы алып қойшы деген соң алғаным ғой. Келіншегіңе берерсің деп залдан шығып кетті. Не айтарымды білмей қалдым. Әйелімнің маған айтпай мұнысы несі? Біз соңғы 1 айда дұрыстап төсекте болмап едік. Дәріні не үшін ішіп жүр? Әлде өзгемен жатып жүрме? Көңіліме күдік кірді. Түнімен ұйықтай алмай шықтым. Ертеңінде демалатын күнім еді. Таңертең кезектен әйелім келу керек. Сол кезде жағдайды анықтамақ болдым. Бірақ күдік кірген көңіл қиын ғой. Ойыма неше түрлі нәрселер келіп кетіп жатты. Өзімді әрең тежеп отырдым. Таңертең кезегін өткізіп келетін әйелім түс ауа әрең келді. Телефонмен хабарласып едім. Баласы ауырып жатыр, дәрігер күтіп отырмын, үйін жинап жатырмын деп бір құлашылтау айтты. Осының өзі көңіліме сезік әкелді. Таңертеңгісін досым да, әйелі де жұмысқа кеткен. Балалары сабақта еді. Үйде жалғызбын. Әйелім шешініп болмай жатып, мынау не деп кешегі дәрілерді көрсеттім. Ол аң-таң болып шошып қалды. Не қылған дәрі деп тіпті таңданыс білдірді. Кімді алдап тұрсың? Неғып бұл дәріні білмей қалдың? Өзің заказ беріпсің ғой. Айт шыныңды. Мұны не үшін ішіп жүрсің? Біреумен жатып жүргенің белгілі болды ғой деп тап бердім. Ақыры не керек?
әйелім бәрін мойындады. Сөйтсем, баласын бағып жүрген үйдің отағасы қырындап, әйелімді төсекке қатынасына мәжбүрлеген көрінеді. Үнемі мол ақша береді екен. Киім-кешек те алып берген. Бала бағудан қолы босаған кезде әлгі ер адаммен әйелім қонақ үйлерде кездесіп жүріпті. Бір сөзбен айтқанда, менің әйелім әлгі байдың көңілдесіне айналыпты. Бала көтеріп қалмас үшін амалсыз менен жасырып, осы дәрілерді ішіп жүріпті. Егер сен қолыңнан іс келетін жақсы еркек болғанда, балаларыңды бағып, үйде отыратын едім ғой. Балаларым аш қалмасын деп, соған бардым. Енді не істеймін? Өлтірсең де өзің біл. Жерде екі бүктеліп жылап жатқан әйелімді не жұбатарымды, не тепкілеп ұрарымды білмедім. Өкіріп жылап диванға отыра кеттім. Әттең қолдың қысқалығы. Тұрмысымыз дұрыс болғанда, мұндай жағдайға тап болар ма едік? Қайтейін? Байғұстың тастаған таяғы сорлыға тиіпті деген осы. Ертеңінде мен де, ол да жұмыстан шығып, ауылға қайттық. Болған жайды досым айтқан жоқпын. Өз-өзімізді масқарлап қайтемін. Бірақ ақша тауып балаларымызды асыраймыз деп келгенде, әйелімнің осындай күнәға барарын кешіремін бе, білмеймін. Енді не істеймін, ары қарай басым қатты. Маған ақыл кеңестеріңіз керек.